Саламатсыздар ма? Сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін Smiles 4-ші сыныптың 3-ші модулін бастаймыз. 36-37 беттегі тапсырмаларды орындаймыз. Видео ұнаса лайк басып, каналыма подписация етіп, қолдап кет. 3-ші бөлімнің тақырыбы Treasure and Heritage. Қазына және мұра. Бәйтерек Monument, бәйтерек ескерткіші, Sinning Sand, ән салатын құм, шерқала, Lake қайынды көлі, домбыра, apples алмалар, юрт киіз үй. Treasure and Maps. 37-ші беттегі тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші жаттығу. Look at the map, answer the questions. Кестеге қарап, сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. This house hasn't got windows. What is it? Бұл үйде ешқандай терезе жоқ. Ол не? Ол киіз үй. Юрт. Екінші сұрақ. In this lake, trees come out of the water. Бұл көлде ағаштар судың арасынан өсіп тұр. What's the name of the lake? Ол көлдің аты қандай? Lake қайынды көлі. What fruit comes from Kazakhstan? Қазақстанда қандай жеміс өседі? Ол apples, алмалар. It shows the nest of the mythical bird. What is it? Бұл мифтикалық құс дейді. Eagle, бүркіт. Find a mountain that looks like a yurt. What is its name? Бұл тау киіз үйге ұқсайды. Оның аты қандай? Шерқала. It can sing. What is it? Don't choose a bird. Ол ән айта алады. Ол не? Бірақ ол құс емес. Әрине singing sand. You can play this with your hands. Сен оны саусақтарыңмен, қолдарыңмен ойнайсың. Ол не? Домбыра. This animal is on the Kazakh flag. What animal is it? Бұл жануар Қазақстанның туында бар. Ол қандай жануар? Eagle. Екінші тапсырма. Read and answer. Оқы және жауап бер. Write in your notebook. Өзінің дәптеріңе жаз. It was my 11th birthday on September 29. Бұл менің 11-ші туған күнім, қыркүйектің 29 күнім. My friends and I had a treasure hunt in the park in front of my house. Менің достарым және менің неміз болған дейді, қазына картасы болған дейді. Паркке қарама қарсы, менің үйімнің алдындағы. There were 6 of us. Біз онда 6 болдық. And we were pirates for the day. Және біз ол күні пират болдық. It was great fun. Ол өте қызықты болды. We went up and down the park to find all our party food. Біз жаңағы паркте жоғары төмен түсіп, кештің тамақтарын іздедік. The sandwiches were behind the tree. Сэндвичтер ағаштың жанында болған. And the drinks were in a box opposite the table. Ал сусындар үстелге қарама-қарсы болған. And where was my birthday cake? Және менің туған күнімнің торты қайда болған? It was on a chair under a big hat. Ол орындықтың үстінде үлкен қалпақтың астында болған. All my friends found a present each. Менің барлық достарым мағанның сыйлықтарымды тапты. Then we sat down to eat. Және біз ең соңында тамақтануға отырдық. It was a great day. Ол өте тамаша күн болды. Бай Нұрлан. Нұрлан жазған екен, демек туған күнді жаңағы тамақтарын, сусындарын, тіпті тортты тығып, оны картаға берген, ал балалар карта бойынша сол тағамдарды іздеген. Бірінші сұрақ. Whose birthday was it? Кімнің туған күні? Нұрланның, Нұрланс. When was his birthday? It was on September 29. How old was he? 11th. Where was the treasure hunt? In the park. How many children were there? 6. Where were the sandwiches? Sandwiches were behind the tree. Where were the drinks?
drinks were in a box opposite the table. What was there under a big hat? It was cake.